Саламатсыздар ма балалар? Қазақ әдебиетінен 3-ші тоқсандағы 1-ші сабағымызда Ахмет Байтұрсынұлының Егіннің бастары деген шығармасымен бастаймыз. Ахмет Байтұрсынұлының есімі барлығымызға мәлім деп ойлаймын. Себебі қазақ жазуының қазіргі көптеген талқыланып жатқан қазақ әліпбиінің реформасын ең алғаш жасаған реформатор ғалымдардың бірі осы Ахмет Байтұрсынұлы еді. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Ал дәл бүгінгі сабағымызда мынандай мақсатты ықшамдап алып отырмыз. Шығарма авторының өмір жолымен танысып боласыңдар. Екіншіден, егіннің бастары өлеңінің фабуласын, сюжеттік дамуын табасыңдар. Балалар, Ахмет Байтұрсынұлының дәл осы үстіміздегі жылы 150 жылдық мерейтойы кең көлемде атап өтілмекші. Ол туралы арнайы іс-шаралар жасалып, түрлі байқаулар, жарыстар, конференциялар ұйымдастырылуда. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлының өмір дерегіне келетін болсақ, бір деректерде оны 1972, бір деректерде 73 деп көрсеткен. Мәселен, сіздердің кітаптарыңызда Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы дүниеге келді деп атаған. Ахмет Байтұрсынұлы бұрынғы Торғай уезінің Тосын болысы, қазіргі Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы жаңа атап өткеніміздей тіл білімінің саласына, әдебиетке үлкен үлес қосқан ғалым. 1912-13 жылдар жаңа емле әліпбиін елге ұсынды. Ал 1913-1918 жылдарда қазақ газетін жарыққа шығарды. 1926 жылы әдебиет танытқыш деген еңбегі жарық көрді. Біз қазіргі айтып жүрген эпитет, теңеу деген әдебиет теорияларына қатысты ұғымдарды ең алғаш осы әдебиет танытқыш еңбегінде не екенін қарапайым тілмен түсіндіріп халыққа жеткізе білді. Балалар, енді бүгін біз аудармашы ретінде оның шығармаларымен таныс боламыз. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы қалдырған бай мұраның бір саласы оның көркем аудармалары. Неге жай ғана аударма емес, неге көркем аударма? Ахмет Байтұрсынұлы Крыловтың, басқа да орыс интеллигенциясының жазушыларының шығармаларын аударған кезде міндетті түрде ой түйінді, тұжырымды өзінің өлең жолдарымен жеткізе білген. Ол мысалдарды жай ғана аударып қоймай, ой саларлық түйіндерді өлеңнің соңында беріп отырған. Ол ала қойлар, қартайған арыстан, үлес, өгіз бен бақа, қайыршы мен қыдыр, ат пен есек, егіннің бастары сынды аудармаларында өнегелі тұжырымдарды берген. Әр шығармасын оқыған сайын, демек мынауымыз дұрыс екен, демек мынауымыз дұрыс емес екен деген ой түйетін боласыңдар. Енді біз сендермен бүгін сол Егіннің бастары деген шығармасын өтетін боламыз. Балалар, мұқият болыңдар. Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кез еді пісіп болған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Балалар, бұл Егіннің бастары деген өлең мысалдың басталуы. Ары қарай өзіміз кітаптан немесе ғаламтордан тауып оқиық. Әркімнің өзінің оқығаны өзінің есте қалуына зор мүмкіндік туғызады. Сондықтан өздеріңіз осы Егіннің бастары деген өлеңді мұқият оқып шығыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Ары қарай не болды? Жолда келе жатқан әкесі мен баласы өздеріне тағзым етіп тұрған бидайлардың арасынан қандай бидайды көрді? Баласы әкесінен не деп сұрады? Ал әкесі қалай үн қатты? Мұндай бидайлар қазір өмірде бар ма? Сіздер осы сұрақтың барлығына жауапты осы өлеңді оқи отырып таныс боласыздар. Сіздерге тапсырма, оқушылар, өлеңді оқып біткеннен кейін оның қысқаша мазмұнын өздеріңіз саралаңыздар. Және де шығарманың сюжетіне талдау жасаңыздар. Шығарманың басталуы қандай? Байланысуы қандай? Қай жерде шиеленісті?
Шарықтау шегінде әкесі мен баласының диалогы қалай өрбіді? Шығарманың шешімі, яғни ақын осы мысалдарды келтіре отырып, қандай ой түюге жетелейді? Бұл шығарманың шешімі болып есептеледі. Құрметті оқушылар, тапсырма түсінікті және бүгінгі сабақ қызықты болды деген ойдамын. Біз бүгін сендер Ахмет аталармен таныс болып, оның егіннің бастары деген мысалын жақсылап түсініп, өмірлерінде әрбір жағдайда тиімді пайдаланады деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыздар.